Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода сіздерге силикон не болмаса герметикке арналған пистолет туралы көрсеткім келеді. Крафтол фирмасы. Мына жерде сол тюбиктің бас жағын кесетін пышағы бар. Және сол тюбиктің бас жағы бітеліп қалса, тазалайтын сымы бар. Енді бұл пистолеттің қарапайым пистолеттен бір айырмашылығы бар. Сол туралы айтсам, қарапайым пистолетпен жұмыс істеу барысында тоқтаған кезде силикон бас жағынан силикон ағып тұра беретін болады. Ол үшін біз осы штокты артқа қарай қайтару керекпіз. Енді сіздерде объем көп болатын болса, осыған қанша уақыттарыңыз кетіп қалады. Сондықтан осындай пистолет шығарған екен, яғни тамшысыз және де тамшымен деген өзінің осындай ажыратқышы бар. Егерде тамшысыз деген жағына қоятын болсақ, жұмыс істеу барысында біз тоқтаған кезде силиконды бас жағынан силиконды шығаруын тоқтатады автоматты түрде, яғни мына штокты артқа қайтарудың қажеті жоқ. Ал енді ол функция бізге керек жоқ болса, онда әдеттегідей осы тамшымен деген функцияға қоятын боламыз. Енді өкінішке орай, менде қазір сіздерге сол герметик не болмаса силиконмен істейтін жұмыстар болмай тұрғандықтан сіздерге көрсете алмай тұрмын, өзімде тексеріп көре алмай тұрмын. Бірақ сіздерге алдын ала осындай пистолет бар екенін сіздерге айта кеткім келеді. Мүмкін білмейтіндеріңізде болып қалса, сіздерге бұл ақпарат пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан осындай силиконмен не болмаса герметикпен жұмыс істейтін жігіттер болса, осындай пистолет алуға кеңес берер едім. Және де өзім осындай силикон және герметикке арналған шпатель сатып алдым. Осындай коробкада, пластмассалы, өте ыңғайлы. Ішінде осындай 4 штук бар, яғни кез келген размерде. Размерлері бәрі мінекей жазылған. Мынандай овальный қылып та жасауға болады, жаңағыдай 45 градуспен де жасауға болады, және де үлкен шовқада арналған мінекей 20-лық 14-тігі бар, әртүрлі размерде 90 градусқа да алуға болады. Мен әдейі осындай кішкентайын алдым, жаңағыдай карандаш сияқты ұзын алған жоқпын, өйткені мынандай кішкентай шпательдермен бір ыңғайсыз қуыс жерлерде жұмыс істегенге өте жақсы. Менде тағы да бір көрсетіп кетейін. Мүмкін өздеріңіз паузаға қойып көресіздер. Барлық размерлері жазылған. Және де бағасы да өте арзан тұрады. Және сондай қатты да емес, сондай жұмсақ та емес, орташа. Сондықтан осындай пайдалы заттар алуға сіздерге кеңес берер едім. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.